Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай меренговый рулеттің рецептімен бөлісемін. Өте жұмсақ әрі өте дәмді меренговый рулет. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркеліп, лайк басыңыз. Бізге керек заттар: 190 грамм ақуыз, шымшым лимон қышқылы, шымшым тұз, 250 грамм қант, 25 грамм жүгері крахмалы. Ең бірінші ыдысымызға ақуызымызды салып, лимон қышқылын, шымшым тұзымызды салып, кішкене ағарғанша миксерлейміз. Миксердің жылдамдығын кішкентай жылдамдықтан бастаймыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ әрі таза болуы тиіс. Бүкіл керек заттарымызды алдын ала дайындап аламыз. Ақуызымыз кішкене ағарып бастағанға дейін миксерлеп аламыз. Осылай ағарған соң қантымызды 4 бөліп салып отырып, миксерді жай жылдамдығын көтеріп, өте көп миксерлейміз. Енді ол миксеріміздің жылдамдығыңызға байланысты. Әппақ масса болғанша миксерлейміз. Миксердің венчигі де құрғақ болуы керек. Сонда ақуыз керемет нағыз меренгі болып шығады. Меренгіміз дайын болды. Осындай әппақ, ыдысымыздан түспейтін, өз формасын ұстап тұру керек. Жүгері, 25 грамм жүгері крахмалын салып, кішкене миксерімізбен миксерлеп аламыз. Пешімізді алдын ала 140-150 градусқа қосып қыздырып қоямыз. Сапалы пергамент бумага үстіне құямыз. Егер сапасыз болса пергаментіміз, онда меренгіміз жабысып қалады. Штапельдің көмегімен толығымен біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Сонда рулеттеріміз тегіс болып шығады. Содан соң алдын ала қыздырылып тұрған пешке 30-35 минут көлемінде пісіріп аламыз. Меренгіміз пісіп шықты. Енді осыны су үшін газдың решеткасына аударып төңкеріп аламыз. Сонда меренгіміз суиды, тез суиды. Бетіндегі қағазын жайлап, жабыстырып алмай, сындырып алмай жайлап аламыз. Енді осы меренгіміз суығанша креміне кірісеміз. Бізге керек заттар: 150 грамм творожный сыр, 100 грамм 33% клегей және 20 грамм қант ұнтағы. Таза ыдысымызға бірінші творожный сырымызды салып, үстіне қант ұнтағын салып, қатты жылдамдықта миксерлеп аламыз. Біркелкі болғанша миксерлеп аламыз. Оның үстіне 100 грамм 33% клегейімізді құямыз да, жай жылдамдықтан бастап миксерлейміз. Креміміз өз формасын ұстауы тиіс. Креміміз дайын. Енді осы кремімізді меренгінің үстіне жағамыз. Штапельдің көмегімен меренгінің үстіне жағамыз. Біркелкі тегіс жағылуы тиіс. Содан соң өзіңізге ұнайтын жидекті қосуыңызға болады. Құлпынай, малина. Мендегі ол смородинаны қолданып тұрмын. Смородина өзінің қышқыл дәмін береді. Сол кезде тәтті мен қышқылдың дәмі әдемі үйлеседі. Ары қарай орап, рулет қылып ораймыз. Тығыз қылып орауға тырысайық. Орап алып, пищевой пленкада орап, тоңазытқа
бір түнге немесе 3 сағатқа қоямыз. Рулет, меренговый рулет ұнаса, видеома лайк басып, комментарий жазыңыз. Рахмет.